Ақмола облысындағы Ерейментау қаласының маңында осыдан 3 жыл бұрын жел электр станциясы іске қосылған. Жақында ғана баламалы энергия орталығы 500 миллион киловатт сағат электр энергиясын өндірді. Бұл қуатпен мысалы Петропавл қаласын шамамен 3 ай бойы электр энергиясымен қамтуға болады. Өндіріс орны енді қуатын еселеп, жұмыс қарқынын көбейтуді мақсат тұтып отыр. Ел тарихындағы ең алғашқы өнеркәсіптік жел паркі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2015 жылы іске қосылды. Қуаты 45 мегаваттық станция бірден 100% өндіріс күшіне енді. Былтыр Ерейментаудың желі Экспо 2017 көрмесінің нысандарын толықтай жаңартылған энергия көзімен қамтамасыз етті. Әрбір жел бағанының қуаты 2 мегаватт. Электр станциясын пайдалану кезінде 23 жұмыс орны ашылды. Оның басым көпшілігі жергілікті тұрғындар. Өндірілген электр энергиясы толығымен 100% Қазақстанның ұлттық электр желісіне түседі. Жылына бұл жел паркі 172 миллион киловатт электр тоғын өндіреді. Мұнша қуатты алу үшін шамамен 60 мың тонна көмір жағылып, ауаға 170 тонна көмір қышқыл газы шығарылатын еді. Ебелектің қалбағайлары бір сәтке де дамылдамайды. 22 жел турбинасы 24 сағат бойы электр энергиясын өндіреді. Әсіресе күз бен қыс кезінде көптеп қуат береді. Бір турбина орташа есеппен күніне 22 мың киловатт сағат электр энергиясын өндіреді. Құны 19 миллиард теңге болатын жоба жоспар бойынша 2023 жылы толықтай өз-өзін ақтап шығады. Ал Самұрық-энерго компаниясы жақында осы Ерейментау маңынан қуаты 50 мегаваттық тағы бір жел станциясын салмақ ниетте. Шерхан Жамбылұлы, Олжас Берікбаев, ұлттық арна.